тағайындау, лауазымнан босату қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы номері 57 бұйрығына сәйкес сүйене отырып, білім беру ұйымының және тиісті деңгейдегі білім беруді басқару органының интернет ресурсында және әлеуметтік желілердің ресми аккаунттарында мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі арқылы конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған болатын. Осы хабарландыру арқылы еңбек кеңсесі арқылы бос орынға жас маман, ағылшын пәні мұғалімі Ерік Жансая Ерікқызы конкурсқа өтініш білдірді. Сол өтініш негізінде міне бүгін 5 қыркүйек күні конкурс өткізілгелі отыр. Енді сөз кезегін Жансая Ерікқызына береміз. Осы мектепте нөмір 1-ші лицейде 2009 жылы түлек болып аяқтап, 11-ші Астана халықаралық университетінің әкімдік грантын ұтып алып, 4 жыл ағылшын шет тілі, 2 шет тілі мамандығын аяқтадым. 2020 жылы бірінші жұмыс өтілі тәжірибем Астана қаласының нөмір 40-ші лицейде жұмыс істегенмін бір жыл. Ол жерден де жұмысты аяқтап шығып, Қаракеңгір ауылында нөмір 4-ші мектепте жұмысқа тұрдым. Жас маман болып, одан кейін сіздерге нөмір 1-ші мектепке жұмысқа тұрғалы жатырмын. Бұл менің 2-ші жылды тамамдаған жылым. Биыл 3-ші жыл болды. Астана International University, Международный университет Астана. Халықаралық Астана университеті. Жаңа Астанада жұмыс жасадым деп айтқанбыз. Иә, 1 жыл 40-ші мектепте істедім. Одан кейін 2 жыл Қайбірде. Неге Астана қаласынан сондай мектепте категория жоқ? Категория жоқ. Бірақ биыл тапсырып мойын бар осы жерде. Менде 2 жыл өтті, уже жылым бар. Мен тапсыра беруге болатын шығар. 2 жыл дейін бар. Жетістіктерім тоже көп қажетті. Өзің жекелеген байқауларға қатыстыңыз ба? Аудандыққа қатыстым, областной республикасы тоже республикасыға дейін бардым. Өзіңіз де қатыстыңыз және өзімде бар, оқушымда бар. Сынып жетекші болдыңыз ба? Сынып жетекші болдым. Қай класста? 8, қазір 9. Ал Астана қаласында? Ол кезде болады. Бірінші жас маман деп бермеймін. Әріптестер сұрақтарыңыз болса? Сұрақ жоқ, Ерік Жансая мен өзім оқушым алдында отырған, орыс тілінде сабақ берген, қайындай жыл. Өте сондай ұқыпты болатын мектепте, білімге құштар болатын, белсенді болатын, сабақтарды өмірі сабағын жақсы оқып келіп отыратын, жұмысы қашанда дайын. Солай елестеп, солай қалды мен көз алдымда бала. Апасы Тоғжан болса да енді мен туған оқушы ғой, он класс жетекші болды. Бұл семьяның балалары еңбекқор, білімді, сондай. Енді Жансаяға тек қана сәттілік тілеймін, жақсы маман бол, өз маманыңды сүй, өз маманыңды сүйгендіктен, сол еңбек жолында талмай, сол жақсы еңбек етуге тілектеспін саған. Жансая, онда сен сынып жетекші болып көрінеді ғой, биыл бізде 5-ші сыныпта 3 болғандықтан, бізде 5-ші сыныбында сынып жетекші өтті, ертеңнен бастап жұмысқа қабылданатын болсаң қазір, онда 5-ші сыныбында алатын болсын. Өтті өрлеуде 2024 жазда Жақсы, сәттілік жұмысыңызға. Сізге сәттілік, біздің ұжымымызға. Қазір сабақ кестесін қарап алыңыз, бірлестікті сізге шақырып береміз. Орынбасарда шақырып беріп, сосын сабақ кестеңізді алып, бірінші бейсенбі күніне бастап жұмысқа кірісеміз.